Барлықтарыңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін осындай құрбақаны жасауды үйрететін болам. Ол өте оңай тәсілде жасалады. Ол үшін бізге жасыл түсті бисер керек болады. Және де осындай екі қара түсті бисер керек болады. Әрине бізге леска керек. Біз лескадан 15 сантиметр алатын болдық. Оң жаққа 3 дана жасыл түсті бисер саламыз. Ал сол жаққа 1 дана қара бисерін салатын боламыз. Енді біз мынау жасыл түсті бисердің лескасын қара түсті бисердің ішіне кіргізетін боламыз. 4 бұрышты. Бізде осындай. Енді мен 4 дана жасыл түсті бисерді оң жақтағы лесканың соңына салатын боламын. Енді біз 4 дана жасыл түсті бисерді салдық. Бір қара бисерді салатын боламыз. Сосын оның артынан 3 дана жасыл бисерді саламыз. Мынау лесканың соңын қара түсті бисердің ішіне осылай кіргізетін боламыз. Сонда бізде құрбақа уже шықты. Сосын біз оның шеттерін толтырып қоямыз. Екі шетін қолыңыздың пішініне қарай толтырамыз. Екі шетін толтырдым. Енді оң жақтағы лесканың соңын ең шетінде тұрған жасыл түсті бисердің ішіне кіргізетін боламыз. Осылай. Осындай болып шығады. Өте сүйкімді. Енді біз бұны 3 рет қатты байлау керекпіз киіммен. Біз 1 сантиметр қалдыру керекпіз. Біз бұның шетін зажигалкамен шетін жандырамыз. Бізде енді осындай өте әдемі, сүйкімді сақина шықты. Менің көзім тоймай жатыр мынаның сүйкімділігіне. Менің видеома ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалып қалмас үшін подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.